Міне достар, бұзаулар жүр. Бұл бұзауларға бағанағы жұлып келген шөпті алып келдік. Міне. Оба. Шөп іштерін өткізіп жатыр екен. Көк шөп, әр витамин бір жағы. Майский шөп, тұрысымен витамин. Далаға шығарсаң бұл жүгіріп ізіне жүру керек күн ұзағына. Көк шөбін әкеп бердік, бір қапшық. Тұзы бар. Мынау сосын арпа, бидай, кебек. Сосын специально әдейі витамин корм. Американский фирманікі. Бір қапшықта 50 кг жақсы витамин. Құрамында неше түрлі витамин бар. Сосын постоянно су тұрады. Әдемі кішкентай ыдысқа қойғанбыз суды. Бұны қайта-қайта толтырып тұрамыз. Көп боп тұрса, ол көгереді. Судың сапасы жаман боп кетеді. Көк боп тұрғасын. Аз-аздан әр 3 сағатта, 4 сағатта, күніне 3-4 мәрте өйсіп толтырып тұрамыз. Шығамыз, аз болады. Таусылған болса бетемізді аша саламыз. Толғаннан кейін жауып қоямыз, болды. Су алдында үнемі тұрады. Мына құрғақ шөп, былтырғы сапасы жақсы. Осыны жейді. Сосын мына бір көк шөпті жейді. Күніне бір мезгіл бір қапшық әкеп тұрамыз. Осы жерде тегіс, құрғақ, таза жерде күн ұзағына жүреді. Мына жерде көлеңкелеп, ағаштың түбіне, талдың көлеңкесіне жатады. Жаңбыр болса, қораның ішіне кіріп кетеді. Суы бар, шөбі бар, жемі бар. Жатқан жер құрғақ. Көк шөбі бар, витамині бар, тұзы бар. Біреулер мына ішінде жүреді. Мына жерде құп-құрғақ, тап-таза. Сквозняк болып тұр. Терезелер ашық, есіктер ашық. Мына жүретін жаңбыр тимейді, үстері құп-құрғақ. Оба. 3 айлық болды уже бұзаулардың басы. Басы 3 айлық, ізі 10 күндік бұзаулар. Бір-бірін қуысып, осындай алып жүреді. Күніне кішкентайлары 2 мезгіл емеді, үлкендері 1 мезгіл емеді. Таңертең 1 мезгіл емеді, и то 2 емшегін ғана емеді. Сол кезде үлкендері күніне бір асып кетсе 3 литр сүт ішіп тұр. Үлкендері, кішкентайлары таңертең, кешқұрым 3 литрден, шамамен 3-4 литрден. Бізде сиырларымыз сүтті. Ол үшін 2 емшегін сауып аламыз, 2 емшегін береміз. Бәрібір олар өзі алып қалады, қысып, аппаратқа бермейді. Міне достар, бұзаулар осылай өсіп жатыр. Мыналардың басы 3 ай, 4 ай болды біреу. Ертең 8 ай, 9 айлығында. Енді осымен аткорм болып кетті ғой енді. Осымен аткорм өстіп, 1 жасына дейін ұстаймыз. Кішкентайынан осылай жемге үйреттік. Қазір көп жеп қойып, көпті болмайды.
іштері кеуіп, енді осымен үнемі тұрады алдында. Осындай биыл бірінші жыл осындай тәсілмен өсіріп жатырмыз. Алдын біздерде бұндай нәтиже болмаған. Алдын бұндай бұзауларымыз өте алдын кішкентай болатын еді біріншіден. Біздер оларға сүт бермейтін едік, достар. Бір 2 ай сүтті беретін ек, кейін жаңа құрғақ сүт беретін ек, заменитель цельного молока. Сондай беретін ек та. Сосын аналарын бір бөлек бағатын ек, бұзауларды бір бөлек бағатын ек. Өзі біздерде бұзауларымыз 1 жылға қалып қоятын еді. 1 жылға қалып қояды. Мәселен, биыл туылған бұзаулар келесі жылы күзде ғана байлайтын ек. Сол кезде 1,5 жыл дегенде бұларды байлап қоятын едік, 1,5 жыл дегенде. Сосын барып соятын едік, 4 ай 5 ай байлап барып 2 жасында соятын едік. Биыл енді Алла қаласа сүтін беріп жатыр. Қытайдан туылған жаңа осы мына бір кішкентай бұзауларда, кешегі туылған бұзауларда уже алдында жемі, шөбі, суы бар. Қытай бұзаулар, мыналар бір 10 күн, 15 күн болған шығар. Шөптерін жеп тұр. Ана жемдерін жейді, кішкентай құрғақ шөбін жеп тұр. Свежий шөпті жеп тұр. Енді Алла қаласа бұны 1 жасқа дейін, қысқа дейін осылай бордақылап, қыста бірден етке тапсырамыз деп отырмыз. Сол кезде біздер 1 жыл үнемдеп қаламыз. Сүтіміз азырақ болады. Енді бұналар сүттерін еміп жатыр ғой. Сүт еміп жатыр. Біздер мына еттен басқа сүт өнімімен де айналысамыз. Қарасаңыздар, көрдіңіз, кішкене бұзаулардың өзі суларын ішіп. Сүтпен айналысамыз. Сүтті переработка қыламыз, қаймақ қыламыз, ірімшік, бринза, құрт қыламыз. Сүттен де ақша бар, бірақ жұмысы көп. Алдын сол сүтті бұзауларға бермей, бірден барлығын өзіміз сататын едік. Ал қазір осындай тәсілге көштік. Сүтті азырақ алайық, ештеңе қылмайды. Бірақ бұзаулар еміп, сол сүттің ақшасын ертең 2 есе қайтарып береді деген үміттенеміз. Көреміз ғана. Жақсы нәтиже болып жатса, келесі жылы бір сиыр туса, қасына, сол бұзаудың қасына 1 апталық 10 күндік бұзау сырасы сатып алып қойсаң, ол кезде арзан болады. Мәселен, 1 апталық бұзауларды 40 мыңға, 60 мыңға алуға болады. Бір үйретіп алсақ емуге анасына, сонан өстіп жүріп кетеді. Мыналардың бәрі өзіміздің сиырлардың бұзаулары. Осындай тәсілін көреміз, достар. Егер жақсы нәтиже болып жатса, келесі жылы қасына біреуден алып, еркек бұзаудан. Еркек бұзаудан алып, бірден үйретеміз деп отырмыз, Алла қаласа. Ұрғашылары бар ішінде, ұрғашысында байлап қоямыз. Бір 4-5 алып қаламыз тұқымдыққа. Сүттері, аналарының сүтті сиырдың бұзауларын алып қаламыз. 18 литр беретін сүтті сиырлар бар бізде. 15 литр, 18 литр беретіндер бар. Соларды алып қаламыз. Олар жай барып жайылып келгеннің өзінде сондай береді. Егер әдейі витаминдерін берсек, ол кезде одан да 25 литрге дейін апарып тастайды.
әдейі витаминдерін дайындап берсек. Осы достар. Бұзауды осылай өсіріп жатырмыз. Мыналар ұрғашы. Былтырғы бұлардың да өзіміздің ұрғашы бұзаулар. Бұлар енді бір жастан асып жатыр. Былтыр осы наурызда, қаңтар, ақпан, наурызда туылған бұзаулар. Анасына қоссақ, анасын еміп жүр. Сосын осылай айырып, бұларды бордақлап қойдық. Шөпке кетеді деп отырмыз енді, Алла қаласа. Өзіміздің бұзаулар. Бұларда баста ұртпайды. Бұлардың да алдында жемі бар, суы бар. Шөбін өстіп беріп тұрамыз, күніне 2 мезгіл. Бұлар енді бордақы. Осылай достар, осылай. Бұзаулардан да көп ақша істеуге болады екен. Енді тәсілін, мына тәсілі жақсы. Қараңыздар міне айырмашылығын. Мынау 10-15 күндік, анау 3 айлық. Көрдіңіздер ма? Қандай жақсы өсіп келе жатыр. Мына жерде тұр міне. Су өспей қалды, бұл да бұқа. Мына жақ алдын осы жерде жататын еді. Мына жерге де 15-20 байласа болады. Міне достар, осы мына жерімізде дайындап қойдық. Қазір осылай жоя істеп, жерге де бір қызанақ, қияр отырғызамыз. Құрттар жасап қойдық, мынандай кептіріп, күн шуаққа ішіне шыбын маса кіре алмайды. Мындай майда сеткі, мынау былтырғы. Мынау алдыңғы жылы, мынау былтырғы. Мінекей өстей кеуіп тұр. Қараңыздар, әп-әдемі болып, сап-сары болып тұр. Мынаны кеше 2 күн болды қойылған. Бүгін қойылды. Осындай қылып дайын болады. Өйстіп сатамыз сосын достар. Осы достар, міне көрсетейін дегенім. Осы мыналар қораны да көріп жүрсіздер. Қазір енді кешкі сауынға дайындаламыз. Мына бір аппараттармен сауамыз. Мына аппарат бактерді жуып қойдық. Орада құп-құрғақ, таза. Бұзаулар мына жақта жүреді. Мына жақтан кіргіземіз бұзауларды. Опа. Қораның жағдайы осы. Жақсылап бір тазалап аламыз да. Сыпырғышпен сыпырып сауға дайындаламыз. Достар, осы көрсетейін дегенім осы. Каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Бұзауды біргелікте қадағалаймыз, тамаша қыламыз. Және тәсілдермен бөлісіп отырам, қалай өсіріп жатқанымызды. Қош достар, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін. Сау болыңыздар.